Кайырлы күн достар, сіздермен бірге Ұлданай қазақша рецепті. Бүгін сіздерге шығыс тәттісі атты бәліштің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар және жасап көріңіздер. Өте пайдалы, витаминге толы рецепт. Құрамындағы барлық мөлшерін астына описаниеға жазып қалдырамын. Сол жерден көре аласыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз, және де салқын сары майымызды ұнға аунатып үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп алдық. Енді ұн мен сары майымызды жақсылап қолмен араластырамыз. Міне қамырымыз осылай үгітілмелі болып шығады. Енді осы қамырымызға қаймағымызды, жұмыртқаның сарысын және қопсықшымызды қосып, жақсылап тұрып жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Қамырымыз тоңазытқыштан шықты. Енді үлкен және кіші бөлікке екіге бөліп алатын боламыз. Үлкен бөлігін жайып аламыз. Неке жайып алдық. Енді формамызға пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Мен төсеп алдын ала дайындап қойдым. Енді қамырымызды осылай жайғастырып, шеттерін пышақпен кесіп, әдемілеп түзулеп алатын боламыз. Мінекей түзулеп алдым. Енді бізде құрғақ жемістерімізді саламыз. Ұсақтап турап, грецкий жаңғақ, кураган және де изюм. Үшеуін салып, араластырып, дайындап қоямыз. Бізде ендігі кезек меренга дайындаймыз. Бізге меренга үшін ақуыз және қант қажет болады. Ақуызымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай аппақ болып көтерілген кезде қантымызды жайлап сала бастаймыз. Қантымызды 3-4 бөлікке бөліп, ақырындап миксерлеп аламыз. Бірден салып жіберуге болмайды қантты. Меренгамыздың дайын болғанын ыдысты төңкерген кезде меренга ағып кетпеу керек ыдыстан. Міне бізде меренга дайын болды. Енді формамызға салатын боламыз. Құрғақ жемістердің үстінен салып, бетін тегістеп реттеп әдемілеп аламыз. Неке реттеп алдық. Енді қамырымыздың кіші бөлігін жайып аламыз. Жайып бетіне қоятын боламыз. Мен осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Сіздер бөлмей бетіне жаба салсаңыздар болады. Маған осы ыңғайлы болды. Міне бетін реттеп жауып алдым. Енді жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шығатын боламын бетіне. Жағып шықтық толықтай. Енді бетіне күнжіт себеміз. Сіздер қаласаңыздар мак сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің бәлішіміз пісіп шықты. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, қыздар. Формадан тек суығаннан кейін ғана босататын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған лайк басып, тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын бәріңізге. Сау болыңыздар.